Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Сіздер мұна полный зал, от души шапалақ ұру үшін обязательно сахнаға Нұржан Төлендиев шығу керек па? Алдараспан театрының атынан арнайы құттықтап келіп қалдық. Бүгінгі кеш көңілді өтсін. Білесіздер, қазір Алдараспан театрына биыл 15 жыл гастрольдік іс сапармен қазір өңірлерде гастрольдік сапармен жүр. Маған Асқар халықты қуантып, пародияңмен әдемі өнерінде көрсетіп қайт деп арнайы мені жіберді. Енді құрметті ағайым, мынау жалпы басында хабарлап кетті ғой, пародия деп. Мына өнердің ішінде неше түрлі жанр бар. Ән бар, би бар, домбыра бар. Мен соның ішінде пародия деген қиын жанр таңдап аппын. Бір жерде көрдіңіздер ме, пародияны үйретеді деген. Школасында жоқ тіпті. Шетелде де оқытпайды. Оны өзің салып, өзің үйренесің. Енді менің қазір пародиямда бастамас бұрын бірден кіріспе ретінде мынандай әңгімемен бастағым келіп тұр. Қазақ сахнасында пародия салып жүргеніме 7-8 жылдай уақыт болды. Осы өнерімді тек қана қазақ сахнасындағы ағаларымыз, өнердегі мықты кісілер бағалап қана қоймай, сонымен қатар Ресейде өткен арнайы талант шоу деген жобаға қатысып, финалға өтіп, қазақтың көк туын желбіретіп қайтты, құрметті қадірлі ағайындар. Сөзіме дәлел болсын. Ваши аплодисменты. Экранға қарайық. Уважаемые члены жюри. Мы под впечатлением. Я спросила, это точно он делает или это фонограмма включается? Нет, Жанночка, здесь. Я сам могу. Ну вот тамбур, еще раз сделайте мне. Отойдите там. Отойдите, пойдете. да. Ну просто там какие-то несколько звуков, такое ощущение. Это просто потрясающе. Может быть, это называется талантом? На самом деле, когда человек на сцене стоит, и он так забирает мое внимание, что я в какой-то момент понимаю, что я сижу как дура с огромной улыбкой и не могу ничего с собой поделать, я думаю, что это очень здорово. Мне очень понравилось. Я бы очень хотела увидеть что-нибудь еще от себя, потому что талант, он же, наверное, не в рамках, а какой-то побольше. Конечно, Сережа, все. Николай, надо решать судьбу Оскара. Оскар, поздравляем, вы в финале! Спасибо большое. Рахмет. Мына жерде не байқадыңыздар, құрметті көрермендер? Мына қазақ ұлтынан басқа өзге ұлттар эмоцияға өте бай екен. Олар бір нәрсеге таңғалса бітеді. Oh my God! Вау! Браво! Oh shit! Это же круто! Деп эмоциясын көрсетеді. Ал біздің қазақтар ше? Өстіп қарап, дым эмоция жоқ қой бізде. Не істесең де қазақты таңғалдыра алмайсың ғой. Әсіресе Шымкент. Ештеңеге таңғалмайды. Бірінші мынау Алдараспан, Шымкент Шаншар театрлары ең бірінші осы Шымкентте тексеріп алады. Шымкенттің халқы күлсе, одан кейін басқа қалаға шығады. Мына шетелде жүріп байқағаным, олар енді эмоцияға қатты бай деп айттым ғой. Таң қалса, вау деп көрсетеді. Мен жаңа мынау экранда көрсеткеніміздей, жюрилер таңғалып жатыр ғой. Оскар, сіз ана дыбыстарды күшті жасайды екенсіз. Тағы да бір-екі дауыс салып берсеңіз, сізді финалға жібереміз деді. Сол салған дыбыстардың барлығын экраннан кесіп тастадым да, осы жерде живой салып беру үшін. Мен қазір сіздердің эмоцияларыңызды байқап көрейін. Олар таңғалды, вау деп. Сіздердің эмоцияларыңызды тексереміз. Маған айтты, Асқар, сіздің өнеріңіз ұнады бізге. Финалға жібереміз, бірақ та тағы да бір-екі дауыс салып бересіз ба деді. Салып берем деді. Не саласыз деді? Музыкальный аспаптың дауысын салайын дедім. Қандай деді? Кавказская пленница деген киноның саундтрекі дедім. Салыңыз деді. Бәрі қарап тұр, мен бастадым. Эхо берші. Это саксофон, молодец. А давайте продолжайте еще, дед. О
my god, вот это гитара, молодец деді. Екінші жюри кнопканы басты, үшінші жюри күтіп тұр. Немен таң қалдырасың деді. Не салып берейін дедім. Өзің жақсы көретін дауыстарыңның біріне сал деді. Жарайды дедім. Бізде Қазақстанда мынандай автобустар бар дедім. Аялдамаға тоқтап келе жатқан кезде тормозной колодкасының дыбысы осылай шығады деп автобус салдым тоқтап келе жатқан. Автобус? Сіз шынымен өзіңіз салып отырсыз ба деді. Иә дедім. А дальше ары қарай не болды? Ары қарай жалғастырыңыз. Бізге ұнап жатыр дегеннен кейін автобустан түсіп супермаркетке кіріп су алдым. Чипсы, шоколад алдым да кассирге берген едім. Кассир кассовый аппараттан бүкіл менің заттарымды өткізді деп кассовый аппараттың дыбысы кетті ары қарай. Вау! Асқар, бір дауыс салып беріңіз, сіз финалға өтесіз. Уәде деді. Жақсы дедім да, соңғы дауысым, мынау пробкада тұрған кезде бір встречный былай өтіп кетеді ғой нелер, скорый. Соның дауысын салып бердім. Ревер берші. Асқар, сіз финалдасыз деп финалға шығарып салды. Қуанып кеттім, мен финалға өттім деп. Инстаграмға салдым, Қазақстанға елге келдім, журналистер сообщение жазды. Асқар мырза, сізді сұхбатқа шақырсақ бола ма, сұхбат алайық деп. Жарайды дедім да, ең бірінші барған бағдарламам сұхбат беруге. Ол Таңшолпан деген бағдарлама. Бәрі ұйықтап жатқанда көретін передача. Таңертең ұйқым қанбай бардым, эмоция жоқ. Айттым ғой, менде эмоция жоқ. Ана журналистерде эмоция жоқ. Мені былай деп таныстырды халыққа. Тікелей эфир таңғы сағат 7. Арайлап атқан таңғы уақыты болсын дейміз. Асқар мырза, қош келдіңіз. Ресейде өткен өнеріңізді көрдік, құттықтаймыз. Бізге Асекеңнің таңы қалай атқаны қызық болып тұр. Әрине пародиямен салып берсеңіз деді. Жарайды дедім. Мен таңертең 6-дан тұрып, таңғы сағат 6-да тұрдым да терезені аштым. Даладан құстардың үні Шымкенттің. Осылай естілді деп құстардың дауысын салып бердім. Журналистер қарап отыр. Ана журналист біткен жоқ. Вау, демеді. Бейдеп айтты. Бәрекелді. Студиямызға құстар кіріп кеткендей болды. Тағда қандай дауыстар саласыз дейді. Шетелде? О май гад. Орыстар. Вы же талант. Біздің қазақтар бәрекелді. Шынымен ұқсайды, е? Қазірдің өзінде бір кісілер бүйтіп отыр, өз сап жатыр ма? Өтірік ау. Сондықтан эмоция шықпайды. Бүгін құрметті ағайын, эмоцияны шығаратын күн. Бүгін 1 сәуір күлкі күні. Эмоцияларыңызды шығарып отырыңыздар. Енді мен жаңа айттым әңгіменің басында Алдар Аспан театрының атынан Нұржан ағамызды құттықтап, Нұржан ағаның атынан Алдар Аспан театрының атынан құттықтап келіп жатырмыз деп. Мен мына жерде бірнеше адамдарды, танымал тұлғаларды, елдің құлағына жатталған дауыстарды салуыма болар еді. Бірақ та мен бүгін осы Шымкенттің атын шығарып жүрген, Қазақстанға туға болып танылған Нұржан Төлендиевтің сіздер сағынған, сіздер жақсы көретін образы болатын. Естеріңізде болса, мен қазір сол Нұржан ағаның Шаншардағы образын көрсетем, одан кейін Алдар Аспандағысын көрсетем, өздеріңіз бағасын бересіздер. Нұржан аға өзгерген бе, әлде сол баяғы қалпы ма? Мен образға еніп келейін, сіздер мені анандай қылып қарсы алыңыздаршы, бір кәдімгі Шаншардағы туға келе жатқан сияқты, я? Көрейік. Мына образ ғой. Ал қошеметтеріңізді аямай отырсаңыздар. Мені тука деді ғой, естіңіздер ме? Десең, е? Мені көбісі тука дейді. Одан кейін Коля дейтін болды. Өйстіп Нұржан аға жүріп келеді да, естеріңізде болса, Шаншарда өте қатты шустыр еді ғой. Мынандай әзілдер болатын, естеріңізде болса. Шалға жас қыз қалай болады деп қояды. Жемді берсең атқа бер, қатыр-құтыр шайнасын. Қызы берсең шалға бер, сақалымен ойнасын. Бір машина келеді, тиегені капуста, қатын алсаң екеу ал, бір отыра запаста. Сосын қыздарға қарап өлеңін оқиды. Ажарың ашық екен атқан таңдай,
Нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай. Анаңнан сенің туған айналайын. Күлім көз, оймақ ауыз, жазық маңдай десем бола ма, болмай ма? О, қарындас, фигураңыз зат екен. Сосын ән айтады. Естеріңізде болса, ойпырмай сол қыздай деген ән болды ғой. Сол әнді айту үшін сіздерге көрсетемін. Ән мен биін қалай салу керек. Денелеріңізді былай бұрасыздар. Сол аяқтарыңыздың өшесін көтересіздер. Сол қолдарыңыз алда, жақтарыңызды чуть-чуть алға шығарасыздар. Сосын ойпырмай деген әнді айтар алдында мынандай қимыл керек. Айнаң алдында тұрып салып көріңіздер. Бастарыңызда осындай фуражки, жақ чуть-чуть алда. Поехали. Ойпырмай сол қыздай, қарақат көзі құндыздай, ойды былқылдап, сылқылдап, жанар отты шылтылдап, ұстараның жүзіне дей тұр ғой қылпылдап. Ойпырмай сол қыздай, қарақат көзі құндыздай, ойды былқылдап, сылқылдап, жанар отты шылтылдап, ұстараның жүзіне дей тұр ғой қылпылдап. Рахмет дейді. Бұл сіздер танитын Шаншардағы Нұржан Төлендиев. Қазірше Алдараспандағы Нұржан ағамыз қандай? Бұрынғыдай мынандай қылықтар жоқ? Ау? Демейді қазір. Ол кісі директор, салмақты, қазір возраст бар, асықпайды. Микрофонды Нұржан аға баяғыда ән айтқанда бүйтіп ұратын. Санын ұрып тұратын дейді. Қазір Нұржан аға микрофон тұрмайды, сан тұрмайды. Қазір микрофонды бұлай ұстайды. Суретте бар ма? Суретін көрсеңізші. Міне. Жақ алда, дауысы сәл жуандаған, өстіп амандасады. Ассалаумағалейкум ақсақалды аталарға, ақ жаулықты аналарға, қыла көр деп аман алла, сәлем беріп сыйынып. Қош келдіңіздер концертімізге. Нұржан аға әзіл айтқан кезде бір сөзді 2 рет қайталайды. Кейде 3 рет. Мынау енді қисық сөз күлмекке жақсы дейді ғой. Бір-екі әзіл айтып берейін. Бір жас жігіт үйінің қасында есік алдына подъезге шықса, көзі көрмейтін ақсақал отыр екен. Көзі көрмейді екен да. Көзі көрмейді екен. Кейде 3 рет айтады. Ақсақалдан жас жігіт жөн сұрасып, ассалаумағалейкум ақсақал, сізге сұрақ қойсам айыпқа бұйырмаңыз. Осы сіздің көзіңіз тумас оқыр ма, әлде кейін болған оқиға ма десе, ақсақал айтады дейді. Несін сұрайсың? Кезінде жас болдым, мас болдым. Біз жас кезімізде қыздар шомылатын моншаны аңдайтынбыз. Кішкентай саңлаудан қыздардың шомылып атқан моншасына қарап атқан ем, бір қыз бір көзімді шұқып алды депті. Бір көзіңіз түсінікті ғой, екінші көзіңізге не болды десе, кім шұқығанын қарайын деп едім деп айтады дейді. Көздеріңіз аман болсын, алтын бастарыңыз аман болсын, патшамыз аман болсын, сіздер аман болыңыздар, Шымкент жасай беріңіздер. Рахмет! Асқар Көмекбаев! Құрмет қошеметтеріңіз! Рахмет. Мынау енді Нұржан ағаны салудағы мақсат ол кісіні келеме жеу, мазақтау емес. Қазақта әдемі сөз бар, болатын баланың бетін қақпа, белін бу дейді. Сол ағамыздың етегін ұстап, ағамыздың ізін басайын деп, мінекей ағаларымыз бетімізді қақпай сахнаға шығарып отыр. Сіздерге мың алғыс. Маған мынандай Ресейде, Америкада өнер көрсеткен абырой емес, мен үшін үлкен абырой, үлкен бақыт, ол сіздердің алдарыңызда өнер көрсету. Рахмет, аман болыңыздар!